Сәлем достар. Бүгін бізде ұзын тырнақпен 24 сағат. Көштің тырнағы міне жабыстырып жатыр әлі. Міне мынау қазынан тырнағы әлі біткен жоқ. Бір қолын жабыстырып бітті. Қана бір қолын көрейікші. Вау, күшті ғой тырнақтарың. Осы тырнақпен достар 24 сағат үйдің тірлігін істейтін болады. Ыдыс жуады, киім жинайды. Осымен тырнақпен қазір ең күшті видео болатын болды. Көріңіздер, соңына дейін көріңіздер достар. Аямай тіркеп кетіңіздер. Иә. Осы видео басталған сайын Жабыстырып жатыр. Қазір жабыстырып болған полный көрсететін боламын сіздерге. Ал достар, мына қыздардың тырнақтары дайын. Қан көрсетеміз. Вау, как қолын берші маған. Міне ұзын тырнақтар қазір осымен екеуі сіздерге көрсететін бол. Вау, қандай берші тырнақ, қолын берші. Ойбай, не деген ұзын тырнақ, на қолын берші. Ойбай, не деген ұзын тырнақтар, көрші. Ал енді осы тырнақпен қазір біз жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші қазір MM-Dance қазір алдарына шашып қоямыз. Сол MM-Dance'ті осы тырнақпен былай санайтын болады. Ең оңай шығарыңыздар, иә. Міне осы екі MM-Dance'ті қазір екеуін параққа қазір салып берем. Екеуі осы тырнақпен санайтын болады. Ал міне қазына қазір MM-Dance'ті ашамай жатыр тырнағымен. Көрейік қазір қалай жатыр. Абаля. Енді мынаған алдына түк. Бір шетке ғана түк. Қазынаға Райкошқа да ашып бер. Райна ашып берем. Өзің үш Райка. Райкош аласың ба? Көрейін, қалай ашар екен. Бүйтіп жұмыс. Ана тырнақпен, ұзын тырнақпен қиын еді мынау. Ашуда қиын, қазір санауда қиын. Иә? Иә. Сосын бәріміз тексеріп шығады. Абалеп істе, Райко. Давай көрейік қазір. Әке берші. Абалеп. Сабуғандына тырнағым тейді. Сүйініп қалды ма? Достар, мына тырнақ. Мен аштым. Райаның бір шетіне тұр. Вау, Райкошты домалақтыр екен, ал қазнанкыз Раянанкі сопақтау екен, қазнанкі домалақ. Енді осыны қазір бір шетке мұнан қоямыз да, бір шетке жинаймыз. Осыны мұняқа санайды. Аппақ дәу параққа не алу керек еді, салу керек еді. Енді осыны тырнақтармен алып, біртіндеп алып санаңдар, кән? Бір шетке қойсыңдаршы. Тырнақпен алу қиын болып жатыр. Тырнақпен алу қиын ба екен Баяны? Қазына саған ше? Қиын емес па? 14 15 Блин. Раяна. Бүйтіп алсаң, мынаны алып мынақа қоюың керек қой, короче. Түсінің ба? Бір шетке ғана қоюың керек. Қатармен қояды міне. Үйтпейсің, Райкош. Міне қолға ілінбей ұшып кетіп жатыр, өйткені ұзын тырнақпен оңай емес, достар. Үйрен атсын тіпті оңай екен, түспейтін тырнақ алсаңыздар, оп оңай екен. Андай біреулерде андай түсіп кете береді ғой. Менде түспейді екен, 3 сағат болды осымен жүргеніне. Иә, мам? Раяны жабыстырам дегенше. Раяны міне бір шетке жинап қойды уже ұзын тырнақпен. Енді андай сопақтау да мекі көктеу. Сенікі майдалау да, бұныкі сәл ірілеу. Иә? Дәмсіз екен. Ал енді бізде екінші осындай мандарин. Қазір екі қыз мандарин ашитын болады. Көрейік қалай ашитын. Тырнақпен енді қиындау болады қазір.
Екі қызды көреміз ашып жатқандарын. Не оп-оңай қоясың? Ашылды ма? Иә. Вау. Бірақ андай тырнақ болған екен ыңғайсыздау Маған ыңғайсыз емес. Сіздерге қиын. Райкошқа қиын болып жатыр енді тырнағымен аша алмай жатыр. Мәссаған. Аштым біреуін достар. Вау, қазына біреуін ашты. Ойбай. Заберем, спокойно. Брат, келесі қойдай достар. Қазына уже жеп жатыр. Раянаға қиын болып жатыр, біреуін ашу, біреуін әлі ашып жатыр. Қиындау болып жатыр, достар. Енді аясын отыр, тесіз ашты. Достар, тәттікен. Тәтті ма екен? Ас болсын. Рахмет. Райкош әлі ашып жатыр. Ал Раяна қазына уже екіншісін ашайын деп жатыр. Дейміз да, мына шеттегі нені ашын тарта саламыз болды. Қайтана мандарин жұмсақ қойып. Я, қатты Тез-тез ашайсың. қиын болады. Раяна өзі біріншісін ашып қойды, ана өзі екіншісін ашып. Раяна біріншісін ашыды. Қазір Раяна жейтін болады. Вау! Уже достарымда бір тырнаға түсті. Райкоштың. Ешнәрсе етпейді. Райко? Екі тырнақ түспеді. Вау! Вообще түспей, үстіп жүре берсен түспеген. Мен бұрында жабыстырған кезде бір минутта түсіп қалып, 3 сағат болды. Я мам? Summer. Алынбай жатыр ма? Вау, Райкош жеп жатыр. Вау, түф, не деген тырнақ. Ал бізде қазір Қазына мен Раяна енді осы ұзын тырнақпен жазу жазатын болады. Кәнекей, ручкаларыңды алыңдар, парақтарыңды алыңдар. Қазір көреміз. Кән, Раяна көрсетші. Раянаның 3 тырнағы түсіп қапты. Әні, мандарин жеймін деп 3 тырнағы түсті. Ал менде мандарин жегеннен де түспеді. Қазір енді Райкошты көрем, сен қалай жазатын? Ал Раяна қазір ұзын тырнағымен жазатын болады. Кән, П деген әріпті жаз. Раяна. Кән? Вау, қиын болып жатыр, тырнақпен жазу, Тырнақпен жазу қиын екен, бірақ Раяна біздің жазып жатыр. Вау, көрдіңдер ме достар, жазып жатқанның өзіне түсіп жатыр тырнақ. Міне тырнақпен жазу оңай емес. Сондықтан Раяна қазір тырысып жазып жатыр. Әне. Жаза бер. Кән? Вау, Раяна жазып жатыр. Оңай емес Раяна, Ұзын тырнақпен жазу оңай емес екен, міне. Әрең дегенде жаздың, П деген әріпті. Ал, екінші П-ны жазасың мен енді? Молодец, біздің Раяна жазды. Енді біз қазынаны көретін боламыз. Қазынаға бір есеп бердік. Баған түріндегі бөлу есебін бердік. Көрекші, 88-ді 8-ге бөлеміз, Так. Неңді парағыңды дұрыстап түзу ұста. Мен видеоға түсіргенге оңай болсын. Так, 8. Ұзын тырнақпен қиын ба екен қазына есеп шығарып? Чуть-чуть қиын екен. Так, енді... Қарасаңдар, шына ручка ұстаудың өзі қиын болып тұр. Достар, менге шығардым, мама, дұрыс па? Мына Рая қазына шығарды. Молодец. Қиын болса да тырнақпен шығарды. Бірақ үйреніп кеттім, достар. Иә. Нашар болады.
Достар, біздің осымен ұзын тырнақпен 24 сағатымыз осымен аяқталды. Біз азанда бастағанбыз, уже кеш түн болып жатыр. Түн болып жатыр уже. Ал достар. Мен 8 дегенде қалай жаздым. Ал достар, пока-пока, біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Біздің каналда 1000 подписчикке жетейін деп қалдық. Сіздер, пожалуйста, 1000 подписчикке жеткізіңіздерші. Пока-пока.